Қарағанды қаласының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев та мұғалімдерді құттықтады. Бұл салтанатты жиналыста да үздік деп танылған педагогтар құрметке бөленді. Ал осы саланың дарынымен дараланған жас мамандары шаһар әкімінің сыйлығына ие болды. Мәні мен мазмұны жарасқан ресми рәсімнен әріптесім әңгімелейді. Ұстаздардың ұшан теңіз еңбегі ең асыл әрі сындарлы шығармашыл болып саналады. Бүгінде Қарағанды қаласында 7000-нен астам мұғалім жұмыс істейді. Кәсіби мереке қарсаңында педагогтардың атына ақжарма алғыстар алма-кезек айтылып жатты. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан дейді, оны Абай айтқан. Әрбір біздің ісіміз жеңіске жетіп жатса, оның артында ол ұстаздың кішкентай болса да соның еңбегі деп біз ойлаймыз, солай санаймыз. Рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оларды азамат етіп тәрбиелеуде сіздердің осы жұмыстарыңыз, сіздердің еңбектеріңіз. Қарағандының еңбегімен ерекше көзге түскен педагогтары ведомстволық наградалармен қатар алғыс хаттар және грамоталармен марапатталды. Мұхтарова Баян Жақсыбергеновна. Ал биыл алғаш рет Қарағанды қаласы әкімінің 1 миллион теңге көлеміндегі сыйақысы тағайындалды. Үздік деп танылған жеңімпаздар 5 аталым бойынша марапатталды. Сарапқа салынған сыйлыққа 35 білім беру ұйымынан 45 педагог үміткер ретінде өтінім берген. Олардың басым көпшілігі 29 жасқа дейінгі жастар. Кішкентай кезінен түрлі қосымша білім беру ұйымдарына қатыстырып, жетелеп, өнерге деген, білімге деген құштарлығымды арттырып, сол кісілерге біріншіден рахмет айтам. Осы балалар мен жеткіншектер сарайында біраз жетістіктерге жетіп жатырмын. Салтанатты рәсімге педагогикалық еңбек ардагерлері, білім беру ұйымдарының басшылары мен пән мұғалімдері мен жас мамандар қатысты. Сәні мен мәні келіскен кездесу соңы әсерлі де әдемі ән шашумен аяқталды. Жанбота Рахметуллаұлы, Рүстем Абусағитұлы, Аман Аманжолұлы, Сарыарқа телеарнасы.